кейде адам өзін түсініксіз күйде сезінеді. Таңертең ұйқыдан тұрса да бойында күш болмайды. Көңіл жабырқау, ой ауыр, ұсақ нәрсеге тез алаңдайды, ал кейде керісінше ештеңеге зауқы соқпай қалады. Мұндайда көп адам бірден дәрі іздейді. Бірақ көбіне біз ең негізгі себепке назар аудармаймыз. Ол себеп ішектегі микрофлораның жағдайы. Адам ағзасында ми мен ішек бір-бірінен бөлек өмір сүрмейді. Олардың арасында өте тығыз байланыс бар. Бұл байланыс кезде, яғни вагус жүйке арқылы жүзеге асады. Адам ағзасындағы ең ұзын жүйке. Қызығы, осы жүйке арқылы жүретін ақпараттың басым бөлігі мидан ішекке емес, керісінше ішектен миға бағытталады. Яғни миымыз ішекте не болып жатқанын үнемі тыңдап, сол ақпаратқа қарай көңіл күйімізді, тіпті ойлау қабілетімізді де реттеп отырады. Ішекте өмір сүретін бактериялар жай ғана ас қорытуға көмектесетін тіршілік иелері емес.